Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақта сендер өз ойларың мен сезімдеріңді тірек сөздерді пайдалану арқылы жеткізесіңдер. Мақал мәтел, жұмбақ, ертегі өлеңнің жанрлық ерекшеліктерін анықтайтын боласыңдар. Қане балалар, мына жұмбақтардың шешімін бірге тауып көрейікші. Жуынып болғанда жүреді қолдарда. Жарайсыңдар балалар. Сүлгі. Келесі. Түйістіреді көзіңді көзіңе, жолықтырады өзіңді өзіңе. Айна. Жылпылдап қолда тұрмайды, ақ көбік боп зырлайды, кір қоқысқа жаныққас, түк қалдырмай қырнайды. Ол не екен? Жарайсыздар балалар. Сабын. Келесі. Дәмі де жоқ, түсі де жоқ, пайдаланбас, кісі де жоқ. Жарайсыздар балалар. Әрине, су. Бұл суреттердің барлығын не байланыстырады деп ойлайсыңдар? Тазалық. Олай болса, Қадыр Мырзалы атамыздың тазалық өлеңін бәріміз бірге оқиықшы. Сыпырғы шап, сыбанып, шаң тозаңды қудым кеп, шүберек ап, су алып, сырлы еденді жудым кеп. Бір жалған жоқ сөзімде, еден айна сияқты, үйге енді өзімде сүртіп кірем аяқты. Балалар, олай болса, бүгінгі сабағымызға байланысты бейне материалға назар аударайық. Етігімде шалбарда бәрі кетіп қалған ба? Қарным ашып барады, қайда әлгі тамағы? Нанда маған қарамай, қашып жатыр жағалай. Шөлеп кетіп дегімен, самаурынға келіп ем. Ұстатпауға бекініп, ол да кетті секіріп. Бұл не сонда? Мәні не? Не боп қалды бәріне? Үйге қарай зыттым кеп, енді мен де біттім деп. Қол жуғышқа тығылдым, айғыздары мұрынның. Сиялары бетімнің, сабын менен кетірдім. Аямадым сабынды, барлық кірім арылды. Жүрем сатпақ боп, сезбей қалдым шалбарым. Жаныма кеп қалғанын, самса жетті сосын кеп, жеші мені досым деп. Көріп аппақ түрімді, нан аузыма тығылды. Кітабым да күлімдеп, дәптерлерде біртіндеп. Келіп жатыр жүгіре, қарап аппақ түріме. Балалар, кір қоймас туралы бейне материалды көріп болсақ, келесі сұрақтарға жауап берейік. Заттар баладан неге қашты? Дұрыс айтасыңдар балалар. Заттар баладан кір қожалақ болып жүргені үшін қашты. Бала өз қатесін түсінді ме? Дұрыс айтасыздар. Бала өз қатесін түсінді. Балалар, сіздер тазалыққа қатысты қандай сөздерді білесіңдер? Осы сұраққа жауап беру үшін құпия сөз ойынын бірге ойнайық. Денсаулық, тазалық, тарақ, қоқыс, айна, щетка. Жарайсыңдар балалар. Барлық сөздерді дұрыс таптыңдар. Олай болса, Әбдірахман Асылбектің тазалық өлеңін барлығымыз бірге оқиық. Шекілдеуік шағып тұрды, сыныпқа кеп бір бала. Дедім оған, атып тұрып, таза еденді былғама. Балшығымен баса салар, жауынды күн жүрсе адам. Не қоқырсық шаша салар, қоймаймес қой, бол саған. Мен жіберген қателікті түзетті кеп ақ бала. Сақтау керек тазалықты, көшеде де, бақта да. Балалар, осы өлең бойынша тапсырма орындап көрейікші. Қандай ерекшелік байқап тұрсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Кейбір сөздер өзгертілген. Қане, соны барлығымыз бірге табайықшы. Шемекі, екі, ластама, қоқыс, айдос, мектепте. Балалар, дұрыс жауаптарын барлығымыз бірге табайықшы. Шекілдеуік, бір, былғама, қоқырсық, ақ бала. Мектепте сөзінің орнына көшеде сөзі қолданылады. Балалар,
Осы өлеңнің авторы Әбдірахман Асылбектің өмірбаянымен танысып алайық. Әбдірахман Асылбек 1938 жылы Жамбыл облысында туған. Балалар әдебиетінің көрнекті өкілі, ақын, аудармашы. Көптеген әндердің сөзін жазған. Балаларға арнап «Ғажап бала», «Балам туралы баллада», «Түрлі-түрлі бала бар», «Байқа балақай», «Ақ тілек» тағы басқа кітаптары бар. Оқушылар, тазалыққа қатысты ережелерді барлығымыз бірге құрастырайықшы. Ас ішер алдында қолды жуу керек. Тісті күніне 2 рет тазалау қажет. Айналаңды таза ұста. Қоқысты қоқыс жәшігіне тастау керек. Үнемі таза киініп жүр. Жарайсыңдар балалар. Ендеше балалар, оқулық бойынша ақпаратпен танысайық. Теңеу, көркем шығармада затты, құбылысты басқа затпен, құбылыспен салыстыру арқылы бейнелеу. Теңеу дай-дей, тай-тей жұрнақтары арқылы жасалады. Мысалы, таудай, күндей, тастай. Мысалдарға назар аударайық. Үйіміз әппақ қардай таза болу керек. Үйіміз қандай болу керек? Әппақ қардай. Тістері маржандай таза. Тістері қандай? Маржандай. Көздері ботадай сұлу. Көздері қандай? Ботадай. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, осы теңеуге қатысты 6-шы тапсырманы барлығымыз бірге орындайық. Сөйлемдердің ішінен теңеуі бар сөздерді бірге табайық. Жан жақтан балалардың қуанған дауысы естіледі. Көзі қарақаттай сұлу қыз екен. Қазақтың батырлары болаттай мықты болған. Көктем келіп, күн жылына бастады. Қай сөздерде теңеу бар деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар. Көздері қарақаттай сұлу қыз екен. Қазақтың батырлары болаттай мықты болған. Жарайсыңдар балалар. Сіздер барлығын дұрыс таптыңыздар. Балалар, бүгінгі сабақ түсінікті болса, үйге тапсырма тазалық өлеңін жаттау. Сау болыңдар балалар.